Сәлеметсіздер ме? Ашытқысыз шелпек әзірлейміз. Ол үшін бізге сүт, құмшекер, тұз, май және де ұн қажет. Барлығын жақсылап араластырып, қатты қалмай қамыр елеп шығамыз. Оның бетін жауып, 15-20 минутқа демалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, өзімізге қажет көлемге бөліп аламыз да, жақсылап дөңгелектеп, тағы да 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Дайын болған күлшелерімізді жақсылап жайып, қызып тұрған майға салып, және де орташа отта екі жағын қызартып, әдемілеп пісіріп шығамыз. Ешқандай қопсытқыш, сода, дрож қоспай-ақ, шелпектеріміз осылай әп-әдемі болып көтеріліп шығады. Аяқ асты қонақ келіп қалған жағдайда сүтке қамырымызды елеп, тез арада осылай ыстықтай шелпек пісіріп берсеңіздер, өте керемет болады. Ас болсын.